Мен Оспанов Әлібек Тәшімұлы, полиция майоры, ішкі істер органында 2006 жылдың қыркүйек айынан бастап қызмет атқарамын. Қарағанды облысы Нұра ауданы Тікенекті селосында 2015 жылдың маусым айынан бастап учаскелік полиция инспекторы қызметін атқарамын. Жалпы Тікенекті селосында 222 тұрғын тұрады. Біздің елімізде қазіргі кезде құқық бұзушылық тіркелмеген. Ол әрине өте қуанышты жағдай. Оған біз қуанамыз. Осы елдің ауызбіршілігінің арқасында, жақсылығының арқасында, елдің ынтымағының арқасында жақсы өмір сүріп жатырмыз. Балалардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін, зиянды әрекеттердің сақтандыру үшін, қылмыстық әрекеттердің түскі кезде біз домбыра үйірмесімен, мұрагер деп аталады, балалармен әртүрлі күйшілердің жаңағы күйлерін орындаймыз. Осы ауылда мысалы арақ сатылмайды. Арақ ішетін адам почти жоқ. Сондықтан енді арақ ішпегеннен кейін, есірткі нетпегеннен кейін ауылымыз оңды. Бәрі кеңесіп, ақылдасып шешеміз шаруаның бәрін. Ішімдік жағын өзім вообще ішіп көрген адам емеспін, ішімдік жағын қарсымын. Және де өзі біздің ауылда міне участковыйымыз бар, жиі тексереді. Ондай ішімдік ішіп жүрген адамдарды көрсе жазаланып атады. Енді үлкен басымызбен шешесіндей адамбыз. О баладан сөз алып, сөгіс алғанша осылай өзі ішімдіксіз, шылымсыз осындай саудамыз жасап жатырмыз. Ақсақалдар қоғамдық кеңестің төрағасы мен әкіміміз бар, кездесіп қылмыстық істің алдын алу үшін, жастарды дұрыс бағытқа бағыттау үшін бірігіп жұмыс атқарып отырмыз.